Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей осындай сірне жасайтын боламыз. Қойдың етінен жасадым, сондықтан міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мен де қойдың осындай бір қолы, осыны түгелдей толықтай қостым. Кішкене тұздалып, бір-екі рет суы сорғыған ет қой. Негізінде бұны жаңағыдай свежий еттен жасасаңыздар керемет болып шығады. Бұл да жақсы, енді свежий, бірақ та бір-екі рет суын сорғытып алғанбыз ғой еттің. Майымызды қыздырып, осы қызып тұрған майымызға етімізді саламыз да жақсылап қуыратын боламыз. Осы кезде пиязымызды тураймыз. 3-4 дана пияз қоса беріңіздер. Пияздың көп болғаны тамақтың дәмін жақсы келтіреді және сочный болады. Мен мына жерде бір-біреуін сіздерге турап көрсетіп жатырмын. Ет сарғайып қуырылып жатыр. Осы кезде пиязымызды салып, оны да бірге қуыратын боламыз. Көп адамдар осы қуырдақ пен сірнені шатастырып жатады да. Қуырдақ деген ол тек қана майға қуырылады, ал бұл бұқтырылып өзінің сөліне солай піседі. Қалауыңызша тұз, бұрыш саласыз. Одан кейін міндетті түрде бір 30-40 минут аузын жауып бұқтырып қоясыздар. Ең соңында ет пісуге аз уақыт қалған кезде картопымызды саламыз да, картоптың үстінен кішкене тұз себесіздер да, осыны бір 2 сағаттай бұқтыратын боламыз. Міне қараңыздар, керемет болып шықты менің сірнем. Сорпасымен астында еттері былбырап, картошкалары езілмей піседі. Қозғай бермеу керек. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Мен каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сонда мен рецептерімді жоғалтып алмайсыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.